жауапкершілігімізге алып не істейміз? Әр баланы болсын қол астымызға аламыз, яғни қанатымыздың астына аламыз. Сол кезден бастап сіздерде өмірлеріңізге мүмкіндік келе бастайды. Егер сіздің құлдық санадан мынау шығармашылық санаға бару үшін бірінші отбасынан басталады. Бала тәрбиесінен басталады. Жолдастың сізге деген батасынан басталады. Қыздардың өзіне айтам, сабаққа келуші болмаңдар жолдастарыңыздан бата алмайынша. Өйткені ол білім жай ғана су болып несін жұғым бермейді. Көріп жатсыздар ма? Сол үшін семьяда үлкен мен болу керек. Кіші менді жеңуіміз қажетпіз. Түсінікті батыр ғой, бұл құмарлықтан кетуіміз қажетпіз. Мінез құлықты, яғни шығармашылық деңгейге сол кезде біз өте бастайды екенбіз. Расходтың орнына мүмкіндікті ауыстырамыз. Мен бүгін мүмкіндік беріп жатырмын. Сол кезде барып шығармашылық деңгейге өткен кезде сіздерге Құдайдың құдіреттілігін көре бастайсыздар. Не береді? Не ойлайсыздар? Солардың бәрі тез орындала бастайды.